Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 12-ші параграф ұбытыған қазақша. Дайындық. Номер 12. Иранның әлеуметтік экономикалық жағдайы, Ирандағы ағылшын-орыс бәсекелестігі. Осындай тақырып. Бұл сабақта өтетін парсы немесе Иран мемлекеті және оның бұрынғы атауы туралы мәлімет аламыз. Бұл сабақта Иранның әлеуметтік экономикалық жағдайымен танысамыз. Ирандағы Англия мен Ресейдің отаршылдық бәсекелестігінің себептерін білетін боламыз. Осындай тірек сөздер. Парсы мемлекеті, Иран, шетел капиталының енуі, отаршылдық, ағылшын-орыс бәсекелестігі, жартылай отар ел. Ал бастайық. Иран 1935 жылға дейін Парсы мемлекеті деп аталды. Парсы мемлекетінің атауы қазіргі оңтүстік Ирандағы Парсы шығанағының жағалауындағы тарихи Фарс аймағының атауына байланысты шыққан. Бұл жерлерде ертеде Ахеменидтер империясын құрған тайпалар мекендеген. Парсы мемлекеті орта ғасырларда да аса қуатты алпауыт ел болған. Мемлекет басында шах отырды. Шах қазынасына халықтан егіншілік пен мал шаруашылығынан алынатын салықтар түсіп отырды. Салықтарды жинау біршама қиындықтар туғызатын, себебі халықтың көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын бөлігінен дер кезінде салық жинау мүмкін бола бермейтін. Отырықшы халық егіншілікпен, қолөнермен айналысты. Парсы елінде сол заманда жақсы суару жүйелері, ирригация болған. Қолөнер кәсіпшіліктеріне біріккен қолөнершілердің аса сапалы бұйымдары әлемге танымал болды. Сондай-ақ Парсы елінде сауда да жақсы өркендеп дамыды. Иранның негізгі кәсібі мал шаруашылығы, егіншілік пен қолөнер болды. Ойлан, неліктен қазіргі Иран мемлекетін Парсы мемлекеті деп атаған? 18 ғасыр соңынан бастап Иранның астанасы Тегеран қаласы болды. Иран жері әкімшілік жағынан вилайеттер, облыс, вилайеттер мен эялеттерге, провинция бөлінді. Вилайеттерді шах тағайындаған хакімдер басқарды, әкім, қазіргі облыс әкімдері. Ал эялеттер көлемі жағынан өте үлкен аймақтар болғандықтан, олардың қолындағы билік пен құқық та үлкен еді. Сондықтан эялеттердің басында шахтың мұрагерлері, шахзадалар отырды. Вилайеттер мен эялет билеушілерінің дербес биліктері шексіз еді. Олардың өз жасақтары, өз ақшалары болды. Олар салықты өздері жинап, қылмыскерлерге өздері жаза қолданып, өздері соттады. Кейбір феодалдар мен хакімдер түрлі жағдайларда шахқа бағынбай, тіпті шахтың билігіне де көз алартты. Әсіресе Хорасан, Керман сияқты облыстардың билеушілерін өзіне бағыныштылықта ұстау үшін Каджар әулетінің шахтары үнемі қатаң бақылау жасап, күш қолданып отырған. Иранның қоғамдық саяси өмірінде мұсылман дінінің рөлі күшті болды. Мұсылман дінбасылары Құран мен шариғатты елдегі қоғамдық тәртіпті сақтауда негізгі құрал ретінде пайдаланды. Жоғарғы дін басыларының ірі уақыфтық жер иеліктер болды. Сондай-ақ дін иелерінің қолында білім беру мекемелері, мектеп, медресе және сот ісі, шариғат соты болды. Ұсақ дін басыларының жағдайы басқаша еді. Олардың қолында ірі жер иеліктері, сот билігі тағы да басқа болған жоқ. Сондықтан оларға діни қызметпен қатар қосымша кәсіппен де айналысуға тура келді. Олардың көбі қолөнермен, саудамен, егіншілікпен айналысты. 18 ғасырдың соңында Иран қоғамдық дамуы нашар, артта қалған феодалдық ел болды. Бірақ ол әлі де еуропалық отаршылдардың езгісіне түспеген дербес, тәуелсіз ел еді. 18 ғасырдың соңына қарай Англия мен Франция Иранға бағытталған отаршыл саясатын жүргізуге кірісті. Иран орта және таяу шығыс елдерін отарлау үшін қолайлы аумақтық плацдарм болды. Анықта. Отаршылдар Иранды отарлауда қандай мақсатты көздеді деп ойлайсың?
18 ғасырдың соңына қарай Иранда шығыс елдерін отарлаушы үш державаның Ресейдің, Англияның және Францияның мүдделері түйісті. Еуропалық державалардың отаршылдық саясатына шырмалған Иран қиын халықаралық жағдайға душар болды. Иранды француз ықпалына түсірмеу, оны өз билігіне қарату үшін Англия өз өкілі Малкольмді шахқа жіберді. Ол Иран шахымен келісімге келіп, саяси және сауда шарттарына қол қойды. Келісім шарт негізінде шах француздарды Иранға жібермеуге, егер француздар Үндістанға шабуыл жасайтын болса, шах әскерін Ауғанстанға аттандыруға уәде берді. Сауда келісімі негізінде ағылшындар Иранда көптеген сауда жеңілдіктеріне ие болды. Ағылшындар есесіне шахқа қалаған жағдайда қару-жарақпен көмектесуге уәде берді. Бұл Ағылшын-Иран келісім шарты сонымен бірге Ресейге қарсы бағытталды. Иран шахы Ресейді Закавказия мен Кавказ халықтарын бағындырудағы басты кедергі санады. Сондықтан шах өзіне одақтас іздеген еді. 1801 жылы Грузияның Ресейге қосылуы, Армения мен Әзербайжанның Ресейге бет бұру саясатының күшеюі шахты қатты алаңдатты. Ақыры бұл бәсекелестіктен 1804 жылы Орыс-Иран соғысы тұтанды. Ағылшындар мен француздар Иранды әрқайсысы өз ықпалына алғысы келіп, түрлі қитұрқы саясат жүргізді. Оны Ресейге қарсы соғысқа айдап салғанымен, соғыста шах ешкімнен нақты көмекпен қолдау көре алған жоқ. Сондықтан өзінен әлдеқайда жақсы дамыған қуатты Ресейден Иран жеңіліп қалды. 1813 жылы 13 қазанда Орыс-Иран-Гүлістан келісіміне қол қойылды. Келісім бойынша Иран, Дағыстан, Грузия және солтүстік Әзербайжан жерлерінен айырылды. Сонда Дағыстан Иран қол астында болды ма? Бұл елдер Ресей қол астына өтті. Ресей Каспий теңізінде әскери флот ұстауға кепілдік алды. Орыстар Иранда еркін сауда жасауға қол жеткізді. Иранда Ресейдің ықпалы өсті. Анықта, отаршылдар арасындағы бақталастық күрестердің себептерін айқында. Бірақ Гүлістан келісім шартына Ресейдің Ирандағы беделінің өсуіне қарсы болған Англия, Иранға байланысты тағы да арандату саясатын жүргізіп, Гүлістан шартында Ресейге кеткен есесін қайтаруға көмектеспек болады. Сөйтіп, Иран 1826 жылы Англияның саясатына арқа сүйеп, екінші Иран-Орыс соғысын бастайды. Бірақ бұл соғыста Иран үшін өте сәтсіз болды. 1828 жылы 22 ақпанда Түркманчай бітіміне қол қойылады. Бітім бойынша Иран мен Ресей арасындағы шекара Аракс өзені арқылы өтетін болды. Шығыс Армения Ресейдің құрамына енді. Восточная Армения, да? Енді Ресейдің Каспий теңізінде әскери флот ұстау құқығы түпкілікті бекітілді. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы Орыс-Иран соғыстары Ағылшын-Иран қатынастарын шиеленістірді. Екі держава арасында Иранға үстемдік үшін күрес басталды. Иранға еуропалық державалар капиталының үнемі күшейе түсті. Иран шетелдіктердің тауар өткізу нарығына және арзан шикізат көзіне айналды. Шах өкіметі батыс елдері алдында дәрменсіз саясат ұстанды. Иран батыс елдеріне экономикалық тәуелді елге айнала бастады. Иранның жартылай отар елге айналуы 19 ғасырдың екінші жартысына қарай Иран шетел капиталының енуі күшейді. Иран шетел капиталына тәуелді жартылай отар елге айнала бастады. Иран біртіндеп әлемдік нарықтың дүниежүзілік капиталистік шаруашылықтың аясына тартыла бастады. Шетелдік компаниялар Иран жерінде кәсіпкерлікпен айналысу әрекетін жандандыра түсті. Бұл Иранның экономикалық дамуына ықпал етті.
Иранда тауар ақша қатынастары пайда болып, дәстүрлі шаруашылық өзгеріске ұшырады және ұлттық капитализмнің нышандары қалыптаса бастады. Шетел капиталының Иранға бейбіт жолмен ене бастауы ағылшын-орыс бәсекелестігінің өрши түсуімен сипатталды. Иранды экономикалық жағынан тәуелді елге айналдыруда Англия мен Ресей белсене әрекет етті. 19 ғасыр басында Иранды әскери жолмен бағындыру бастамасын алғаш болып Ресей империясы көтерді. Англия болса ең алдымен сыртқы сауданы пайдаланғысы келді. Сөйтіп, Иранға капитал енгізуде Англия шұғыл қадамдар жасады. Олар шахтан телеграф концессияларын өте тиімді шартпен алып, Иран аймағына бірнеше телеграф жүйелерін салды. Телеграф Иранды Үндістанмен жалғастырды. 1872 жылы ағылшын капиталисті барон Ю Рейтер шахтан 70 жыл мерзімге мұнай және басқа да табиғи байлықтарды игеруге тиімді концессия алады. Аренда ғой, 70 жылға. Шарт бойынша ол тас жолдар, темір жолдар, телефон, телеграф жүйелерін салуға, фабрика, завод пен банктер ашуға рұқсат алды. 1889 жылы Шах Рейтерге тағы да 60 жыл мерзімге концессия беріп, Шахиншах банкін салуға рұқсат етеді. Осылайша Иранның оңтүстігі мен оңтүстік батыс жағында Англия үстемдік жүргізуге кірісті. Ағылшындардың ықпалы Иранның саяси билігіне де белсенді бола түсті. Иран шахына ағылшындардың тым жақын бола түсуі орыстарды қатты алаңдатты. Ресей империясы үшін Иран саяси және экономикалық жағынан өте маңызды аймақ болды. Сондықтан орыс патшалығы Иранға экономикалық тұрғыдан байланысты нығайту үшін сауда байланыстары мен концессиялар алу, бірлескен өнеркәсіп орындарын салу жолдарын іздестіруге кіріседі. Сөйтіп, ағылшындардан кейін Иранның солтүстігіне Ресей капиталистері келе бастайды. 1879 жылы Шахтың өтініші бойынша орыс офицерлері парсылардың әскери бригадасын ұйымдастырып, әскерлерді оқытуға кіріседі. Бұл сол кездегі Ирандағы бірден бір күшті даярланған, соғысқа қабілетті қарулы күш еді. Бұл Ирандағы Ресейдің саяси беделінің өсуіне себеп болды. 1879 жылы орыстар телеграф жүйесін салуға концессия алды. 1888 жылы балықшы кәсіпкер Лианозов, дұрыс оқыдым ба? Иранға қарайтын Каспий теңізі жағалауында балық кәсіпшілігін дамытуға ұзақ мерзімді концессия алады. 1890 жылы орыс капиталисті Поляков Л.С. Тегеранда есеп-несие банкін салады. Ол Иран шахынан 75 жыл мерзімге транспорт саласындағы концессия алды. 1900 жылы Иран Ресейден 22,5 миллион рубль мөлшерінде несие алады. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Ирандағы орыс капиталының мөлшері 164 миллион рубльге жетеді. Иран үшін Ресей өзінің шикізатын, ауыл шаруашылығы және қолөнер өнімдерін өткізуге қолайлы сыртқы нарық көзі болды. Ираннан Ресейге мақта, күріш, кептірілген жеміс-жидектер, тері, кілемдер экспортқа шығарылатын. Иранның солтүстік аудандарының экономикасы толықтай орыстардың нарығына тәуелді болды. Ойлан, Иранда ағылшын-орыс бәсекелестігі қалай жүргізілді? Мұнда концессия деген не екен? Мұнда бар ма? Мүмкін артында бар ма? Концессия. Конгресс. Мұнда жоқ екен. Өздеріңіз қарап оқып алыңыздар, не нәрсе екен интернеттен. Нені білдіретін? Инвестиция шығар. Иранның солтүстік аймағында Ресей, оңтүстігінде Англия үстемдік етті. 20 ғасырдың басына қарай Иран өзінің ұлттық тәуелсіздігі мен дербестігінен айырыла бастады. Елдің транспорт, қаржы, салық, пайдалы қазбалар жүйесі түгелдей Англия мен Ресейдің бақылауында болды.
шах, оның министрлері, губернаторлар мен феодалдар империалистік державалардың қолындағы ойыншыққа айналды. Иранның билеуші ауқатты топтары мен шетел империалистері арасында өздерінің пайдасы көздеген одақ пайда болды. Бұл жағдай Ирандағы ағылшын-орыс бәсекелестігін тудырып, ақыры 19 ғасырда Иранда осы екі мемлекеттің ықпал аймақтарына бөлісумен аяқталады. Пікірталас. 19 ғасырда Иран қалайша жартылай отар елге айналды? Иранның жартылай отар ел екеніне қалай дәлелдейсің? Өз ойыңды білдір және сыныптастарыңды тыңда. Біліміңді тексер. Иранның саяси экономикалық жағдайы қалай болды? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. 18 ғасыр соңында Иран мемлекеті қандай ірі державалардың отаршылдық назарына ілікті? Ағылшын-орыс бәсекелестігін қалай түсіндіресің? Орыс-Иран соғысының басталу себебі неде болды? Бұл төртінші сұрақ. Екінші, Иран-орыс соғысының нәтижесі қандай болды? Иран туралы осы. Жақсы. ұбт-ларыңызды пробный, қазір болып жатыр. Жақсылап тапсыруларыңызға тілектеспін.